егер сабақты 5 пен 4-ке оқсыңдар, жұмаққа барасыңдар. Ал егер 3 пен 2-ке оқсыңдар, тозаққа барасыңдар. Апай, мектепте тіріп бітіруге шанс бар ма? Ой, Мақпал, семіріп кетсің ғой? Бұл қайта менің арықтағанын білесің ба? Bir ай бұрын мен тура сен секілді болдым. Құрбым, ана кемпірлерге қарашы. Біз де 10 жылдан кейін сондай боламыз ба? Ақымақ қыз, ол айна ғой. Мама, мен де сізбен кино көрсем бола ма? Қой балам, сен әлі кішкентайсың, есейгенде көрерсің. Мама, ол кино мен өскенше бола бере ма? Я балам, бұл сериал ғой. Даяршы, бізге меню бере салшы. Жаным, сен не қалайсың? Мен де меню бұл салайын да. Анашым, мен бүгін дәрігерге қаралдым. Маған денсаулығым жақсару үшін шипажайға демалуым қажет деді. Мам, қай шипажайға барамыз? Қызым, алтыным, оны қоя бер. Біз басқа дәрігерге барамыз. Жасыл, мен кеше кітаптан Кока-Коланың зияндарын оқыдым. Енді соны қоятын шығармын. Нені? Кока-Коланы ма? Жоқ, кітапты. Анашым. Ау қызым, Мен неге бірінші сәуірде тудыңыз? ойбай не болды? Мен туған күнім екеніне ешкім сенбейді. Уайымдама қызым, сен туылғанда даже әкең де сенбеген. Әкешім. Ау қызым, бетін істен бола ма? Ақша жоқ қызым. Әкешім. Жаңа ғана мамамен келіп, бетінен сүйіп кетті уже. Ой. Өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Шлау! Дұрыс. Шлау дегеніміз не? Кім айтып кетеді? Апай, Дастан, шлау дегеніміз не? Айтып кетші. Шлау дегеніміз үйдің бұрышында кездесетін өрмекшінің ұясы. Қатшы кірші бері. Сен қуасыңда не? Не болып қалды ағай? Тыныштық па? Мен саған 1 сағаттық баяндаманы жазып берді едім ғой. Ал сен жазғанда 2 сағат оқыдым. Өзіңіз ғой енді көшірмесімен бірге әкетіп қалған.
маған мені аудан көген түк білмейтін тупой деп тұрсыңдар ма? Неменеге маған қап-қараңғы таптар бөлме бергенсіңдер? Сабыр Бекеш, бұл бөлме емес, лифті ғой. Түрді қараш, уродина. Ой, Жази, сенің түрің нормальный ғой, менің түріңді айтсаңшы сен. Сол сенің түріңді айтып отырмын ғой. Балам, жеген нан берші. Әкеме ол нанды жақ қойдым. Балам, онда ботқаны берші. Мен оны да жақ қойдым. Олай болса, шылаушындарды да жей сал, үйге қайтайық. Қарындас, атыңыз кім? Сюзи, Ал толығырақ ше? Сюзяна. Қойыңызшы толығырақ ше деймін. Алсақ Жамал, не болды? Көңілің толды ма? Қыздар, менің әкем садақ атса, ұшқан жебеден бұрын нысанаға өзі жетіп барады. Ха, сол да сөз болып тұрма. А менің әкем пистолеттен атса, нысанаға оқтан бұрын жете алады. Ал менің әкем жұмыс уақыт сағат 5-те бітсе, 3-те үйде болады. Кеше тойға барғанбыз ғой, дым қызық емес. Неге? Михалаудың тойы болды ма? Не жоға, просто тойханада тегін Wi-Fi бар екен. Келесі. Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Айта беріңіз, сізді не мазалап жүр? Менде склероз басталды ау деймін. Қашан бастады? Неге қашан басталды?